Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Мен Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылының номері 1 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші Маширова Зоя Қуандыққызымын. Менің бүгінгі педагогикалық идеямның атауы 5 минут шабыт күн сайынғы креативті бастамалар. Мақсаты оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін күнделікті қысқа, бірақ тиімді креативті тапсырмалар арқылы дамыту және олардың өзіндік ойлауын, сезімін және идеялар шығару қабілетін жетілдіру. Міндеттеріне келетін болсақ, күн сайынғы 5 минуттық шығармашылық жаттығулар арқылы оқушылардың ойлау икемділігін арттыру, сыни тұрғыдан ойлауды және проблемаларды шешу дағдыларын дамыту, сабаққа қызығушылықты ояту, арттырып, оқу процесін интерактивті және артымды ету. Пәнаралық тапсырмалар арқылы білімді практикалық тұрғыда қолдану қабілетін қалыптастыру. Өзектілігіне келетін болсақ, қазіргі білім беру кеңістігінде шығармашылық қабілеті дамыған тұлға бұл табысты қоғам мүшесінің негізгі сапаларының бірі. Қысқа, креативті бастамалар оқушылардың күнделікті шабытын оятады және де мотивациясын арттырады және оқу процесін қызықты әрі тиімді етеді. 5 минут шабыт идеясының жаңашылдығы сабақ уақытының қысқалығын арттыру тиімді пайдаланып, оқушылардың шығармашылық әлеуетін арттыруда. Креативтілігі әр тапсырманың ашық құрылымда болуы оқушыларға өз шешімдерін ойлап табуға мүмкіндік беруінде. Ерекшелігіне келетін болсақ, бұл идеяны кез келген пәнге енгізуге болады. Математикадан бастап әдебиетке, бейнелеу өнерінен технологияға дейін күн сайын 5 минуттық креативтік сабақтың әрбір кезеңіне жаңалық әкеледі. Сонымен қатар, бұл әдіс оқушының өзіндік бақылауы мен өзін-өзі бағалау дағдыларын қалыптастырады. Менің бұл идеямда қолданылатын әдіс-тәсілдер жеке жұмыстар, жұптық жұмыстар және топтық жұмыстар. Әдіс-тәсілдер жеке жұмыстар кезіндегі пайдаланған әдіс-тәсілдерім шабыт квесті, эмоциялық палитра және мәтінді өнерге аудару, құпия нүкте, идеяны тереңдету картасы. Жұптық жұмыстар кезіндегі пайдаланған әдіс-тәсілдерім идеяны қосу, сиқырлы сұрақтар, крипто-эссе, ал топтық жұмыстар кезіндегі пайдаланған әдіс-тәсілдерім жылжымалы креативтік және мини-фестиваль. Идеяның тиімділігін бағалауға келетін болсақ, 5 минут шабыт әдісі қысқа уақыт ішінде оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуды мақсат етеді. Тиімділігін бағалау бірнеше аспект бойынша жүргізіледі. Педагогикалық тиімділігі сабаққа қысқа уақытты енгізу арқылы сабақ динамикасы артады, оқушылардың белсенділігі жоғарылайды. Когнитивтік тиімділік оқушылардың сыни және логикалық ойлау қабілеттері дамиды. Әлеуметтік және когнитивтік тиімділік жұптық және топтық әдістер арқылы оқушылар бір-бірімен қоғамдасып, ынтымақтасып, идея алмасады. 4-ші мотивациялық тиімділік. Күн сайынғы 5 минуттық креативті тапсырмалар оқушылардың оқу процесіне қызығушылығын арттырады. 5-ші практикалық тиімділік. Әдіс-тәсілдерді әр пәнге енгізуге болады, сондықтан олардың қолданылу аясы кең. Сабаққа арнайы дайындық қажет емес, қысқа уақыт ішінде оңай қолдануға болады. 5 минут шабыт әдісі педагогикалық инновациялық тәсіл ретінде тиімді деп бағаланады. Менің бұл идеяда жеткен жеке жетістіктерім: шығармашылық ойлауды дамыту, күн сайынғы креативті тапсырмаларды жүйелі түрде қолдану арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін көтеруге үлес қостым деп ойлаймын. Педагогикалық инновация енгізуінде сабаққа қысқа уақыттағы креативті әдіс-тәсілдерді енгізу арқылы сабақ динамикасын арттырдым және жаңа педагогикалық тәжірибе жинадым. Оқушылардың ынтасын арттыруда жеке, жұптық және топтық жұмыстар арқылы оқушылардың сабаққа қызығушылығы мен өзіндік мотивациясын белсенді түрде арттырдым десем болады. Пәнаралық байланыс орнату, әдіс-тәсілдерді әртүрлі пәндерге кірістіре отырып, оқушылардың кешенді ойлау және практикалық дағдыларын дамытуға жағдай жасадым.
Тәжірибелік нәтижелерге қол жеткізуде 5 минуттық креативті жаттығулардың нәтижесінде оқушылардың идея генерациясы және сыни ойлау және визуалды ойлау қабілеттерінің айтарлықтай артқаны байқалды. Осы орайда мен оқушыларыммен 5 минут шабыт әдісін бірнеше пәндерде қолданған сәттеріммен бөліскім келеді. Бұл бейнежазбада оқушылармен жеке жұмыс кезінде құпия нүкте әдіс тәсілін жүргізудемін. Бұл әдісті мен бейнелеу сабағынан бастап қолдандым. Мақсаты оқушының деталь арқылы идеяларын дамыту. Бұл жерде қағаздағы қойылған нүктеге деталь қосып, өз тарихын құру. Күтілетін нәтиже креативті ойлау, ойлану қабілеті дамиды. Келесі әдіс тәсілді дүниетану сабағында спорт денсаулық кепілі тақырыбында пайдаландым. Идеяны қосу тәсілін пайдалана отырып жұптық жұмыс жасаттым. Мақсаты бір-бірінің идеяларын толықтыру. Яғни бір оқушы идея береді, ал екіншісі оны кеңейтіп қосады. Яғни бұл жерде әр жұпқа әртүрлі спорт түрлерін бердім. Балалар берілген спорт түріне байланысты қажет құрал жабдықтармен толықтыру керек. Күтілетін нәтиже жұптық ынтымақтастық идеяның толықтығы мен тереңдігі артады. Ал топтық жұмысқа жылжымалы креативтік әдіс тәсілін алдым. Мақсаты топтық ынтымақтастық пен тез шығармашылық өнім жасау. Әр оқушы 1 минут сайын сурет немесе мәтін қосып, 5 минутта толық өнім жасау керек. Осы орайда әдебиеттік оқу пәнінен қыс өлеңіне тапсырма берілді. Бірінші топқа қысқы орман, екінші топқа қысқа ауыл, үшінші топқа қар адамның әлемін ермексаз арқылы бейнелеу. Күтілетін нәтиже командалық жұмыс, жылдам идея генерациясы, креативті өнім қалыптасады. Жалпы бұл идея оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қысқа, тиімді креативті тапсырмалар арқылы өзіндік ойлауын, сезімін және идеялар шығару қабілеттерін жетілдіру болып келеді. Назарларыңызға рахмет.